Мемлекеттік қызметті бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті орган Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің департаменті екенін білеміз. Осы жылдың 18 ақпанынан 14 наурызына дейін мемлекеттік органдардың қызмет көрсетуіне арнайы бағалау жұмыстары жүргізілген болатын. Бүгінгі таңда барлық мүдделі органдар тарапынан мемлекеттік көрсетілетін қызметтер сапасын арттыруға, оларды мейлінше электронды форматқа ауыстыру жолында атқарып жатқан жұмыстар осыған куә. Бұл ретте агенттіктің Қарағанды облысы бойынша департаменті сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін төмендету мақсатында мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау және бақылау бойынша облыс төңірегіндегі жүйелі жұмыстарды тұрақты түрде атқаруда. Алдын ала болжам бойынша 2018 жылы мемлекеттік қызметтер көрсету сапасының тиімділігін бағалау 2017 жылмен салыстырғанда айтарлықтай жақсарған. Мемлекеттік қызмет көрсетуді бағалау, әсіресе мемлекеттік қызметтерді электрондық форматқа ауыстыру бөлігінде міндеттердің сапасы мен орындалуын бақылау жөніндегі пәрменді мекеме алдағы жылдарда 2020 жылы 80%-дан 90%-ға дейін күшейтуді жоспарлап отыр. Жан Нұрсындетұлы, Александр Кирьянов, Наталья Зайц, 5-ші арна.